Қайырлы күн, достар. Біз бүгін оңай әрі дәмді капкейкке дайындаймыз. Ол үшін ұнды, какао, ванилин сахар, тұзды бөлек ыдысқа електен өткізіп араластырып аламыз. Бөлек ыдысқа сонымен қатар сұйық қоспамызды дайындаймыз. Оған 4 жұмыртқа, секер, сары май, үшеуін араластырып, миксермен араластырып аламыз. Содан кейін сұйық қоспамызға ұнның жартысын салып араластырып аламыз. Және де 1 бокал кефирге 1 шай қасық соданы салып араластырып сұйық қоспамызға құямыз. Айранымызды араластырғаннан кейін қалған ұнды қоспамызды салып араластырамыз. Сонымен қатар осындай арнайы ыдыстарды сатып алып, осыларға құямыз. Духовканы алдын ала 180 градусқа қойып аламыз. Оны капкейкенің піскенін қызғылт түс болғанша пісіреміз және де зубочистка арқылы тексеріп аламыз. Ас болсын.